Қызып тұрған майға бір ас қасық құмжекер сал жеріп, кішкене араластырып көпіршігеннен кейін етті сал жерсеңіз қып-қызыл болып күшті болып піседі. Ірі туралған пиязымызды салып жақсылап сарғайтып қуырамыз, және де тағамға жақсы дәм беру үшін Чоң Костан фирмасының осы приправасын қолдандым. Бір шай қасық қоссаңыз дәмі күшті болып шығады. Төменде номер қалдырам, сол номерге хабарласып приправаны алуға болады. Үстінен 1 стакан су құйып, осы суда бұқтырып, етті пісіріп аламыз, және де картоп пен сәбізді ірі көлемде турап жақсылап араластырамыз. Азғантай тұз саламыз, және де суы молдағы болса, осындай сочный болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осы лайфхакты достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мына тағам 20 минутта дайын болады. Кешкі асқа дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тауықтың төсетін видеодағыдай ұзыншалап, соломкаға турап аламыз. Қызып тұрған майымызға чеснокты салып бір қызартып, үстінен тауық етін салып қызарғанша қуырамыз. Пиязды жіңішкелеп турап, оны да салып қуырамыз. Тамаққа жақсы дәм беретін Чоң Костан фирмасының халал осындай приправасын қолдандым, және де төмендегі номерге жазып заказ беруге болады. Басқа да тағамдарға арналған түрлі приправа жиынтықтары бар. Енді болгар бұрышын салып жақсылап бір қуырамыз, тоз бұрыш саламыз, ең соңынан күнжіт салып, кез келген гарнирмен ұсынамыз. Мен осындай күрішті алдын ала пісіріп алдым. Дәл осылай жасап көріңіздер, тез арада дайын болады. Рецептін лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына салатты ұнатпайтын жан жоқ шығар. Барлығымыз сүйіп жейтін фунчоза салатының рецептімен бөлісемін. Фунчозаны таңдаған кезде жіп-жіңішке түрін алғандарыңыз дұрыс. Үстінен ыстық су құйып 15 минутқа жібітіп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тауықтың етін осылай жіңішке ұзыншалап турап алып, қызып тұрған майға қуырып, болгар бұрышында саламыз. Жақсы дәм беру үшін Чоң Костан фирмасының осындай дәмдеу үшін қолдандым. Бір шай қасық қоссаңыз жеткілікті. Алу үшін төменде номерге хабарлассаңыз болады. Сәбіз және де қиярды теркадан өткізіп, паприка, тұз, чеснок салып жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ең дәмді салаттардың бірі. Рецептін лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Дәмдеуішті алу үшін төменде номер жазып қалдырдым, сол номерге хабарласып алсаңыздар болады. Той жиындарға майонезсіз жасалынатын өте тойымды әрі сочный болып шығатын дәл осы салатты жасап көріңіз. Баклажанды таза сумен жуып алып, қиғашынан осылай тураймыз. Міне дәл осындай қалыңдықта болуы керек. Бір ыдысқа салып, үстінен тұз салып 10 минутқа қалдырамыз, және де барлығын қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Санақтың ортасындағы жұмсақ бөлігін алып тастап, қатты бөлігін турап, көк пиязды ұзыншалап тураймыз. Салатты дәмді әрі тойымды ететін дәл осындай тауық етін дайындаймыз. Ұзыншалап турап аламыз. Дәл осындай Чоң Костан фирмасының дәмдеуішін қолданамын. Бұл дәмдеуіш халал, және де төмендегі номерге хабарласып алсаңыздар болады. Болгар бұрышын қосып қуырып аламыз. Кинза және қуырылған баклажанды салып, барлығын үлкендеу ыдысқа салып, үстінен sweet chili соусын қосып, тұз қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен салат дайын болды. Жасап көріңіздер. Рецептін лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Негізі етті қып-қызыл қылып қуыру үшін қызып тұрған майға бір ас қасық құмжекер сал жерсеңіздер, етіңіз осындай қып-қызыл болып қуырылады. Тағамға жақсы дәм беретін мен Чоң Костан фирмасының осындай дәмдеуіштерін қолданамын. Жоғарыдағы номерге жазып, хабарласып алуға болады. Бұл дәмдеуіштер халал, және де пиязды, сәбізді қуырып алып, болгар бұрышын салып, тұзды салып, су құйып 10 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін ғана лапшаларымызды салып, кеспемізді тағы да бұқтырып пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептін лайк басуды ұмытпаңыздар.